Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Жамбыл ауданы дарынды балаларға арналған үштілде оқытатын Қарғалы номер 2 гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Есімбек Валиатулларына. Мен сіздермен тиімді тәсілдермен бөліскім келіп отыр. Бұл әдіс тәсілдерді кез келген сабақта қолдана алуға болады. Негізгі бүгінгі сіздермен әдіс тәсілдерім тақырыбы бес саусақ әдісі арқылы оқу сауаттылығын дамыту. Мақсаты мәтіннің мазмұнын ұғынып, негізгі ойды анықтап, сұрақтарға тез жауап беруге дағдыландыру, оқушылардың алған дәйекті білімін өмірлік жағдаяттарда қолдана алуы. Бұл бес саусақ әдісін екі түрлі қадаммен түсіндіруге болады, қолдануға болады. Соның бірінші қадамын сіздермен талқылайтын боламын, себебі 5-6 сыныптармен жұмыс жасауға осы бірінші қадамы өте тиімді. 6 сыныптармен жұмыс жасау үшін бірінші қадамда әр бөлім, мысалы мәтінмен жұмыс жасайтын болсақ, әр бөлімге бір сөйлеммен қорытынды жасау, тақырыбы мен идеясын анықтау, мәтіннің проблемасын табу, мәтіннен өз өміріне қажетті не түйгенін нақтылау, берілген мәтінді шолу оқып, әр бөлімдегі тақырыпқа сай негізгі сөзді түртіп алу, бұл мәтінді толық меңгеріп шығуға мүмкіндік береді. Яғни осылар арқылы осының барлығын жасай отырып, әр саусақтағы мәліметті жинақтап, жұдырыққа түйіп, оны жүрекке түйіп алу деген мақсатта бес саусақ әдісі деп алып отырмыз. Бес саусақ әдісі бірінші кез келген мәтінді алайық. Мысалы 5-ші сыныпта Ыбырай Алтынсариннің «Тәкаппарлық» деген шығармасын алатын болсақ, сол «Тәкаппарлық» деген шығарма бойынша осы бес саусақ әдісін сол шығармаға қолданып көрейік. Яғни бүгін осы мәтінді алдық. Ол мәтін негізі 2 бөлімнен, немесе 3 бөлімнен тұруы мүмкін. Сол мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші оқып алады, мұқият балалар, содан кейін барып сол мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл жерде бірінші мәтіннің әр бөліміне сай негізгі сөздерді түртіп отырады. Әр бөлімге бір сөйлеммен қорытынды жасайды, тақырыбы мен идеясын жалпы мәтін бойынша табады, мәтіннің проблемасын табады, мәтіннен өміріне қажетті түйгенін нақтылайды. Әр сол бөлім бойынша дескриптор арқылы бағаланып отырады, бал қойылып отырады. Енді біз осы жұмысты бастамас бұрын балаларға осы кестені береміз. Сол кесте бойынша жаңағы оқылған мәтінін нақты бөлімдерге бөліп алады, сол бөлімдер бойынша жұмыс жасайды. Мысалы, жаңа «Тәкаппарлық» деген мәтініміз бойынша жұмыс жасап көрейік. Бірінші мәтіннің әр бөліміне сай негізгі сөздерді түртіп отырамыз. Онда бірінші бөлімде даңқты білім иесі, қонақ, маңдайшаға бас ұру, қарт ақылы, тым жоғары болмау, иіліп жүру, соққы жемеу, кеңесті іске асыру, тәкаппарлық деп біз 3 бөлімге бөлінген мәтінді осылай әр бөліміне негізгі сөздерді теріп жазамыз. Екінші жұмысымыз әр бөлімге бір сөйлеммен қорытынды жасаймыз. Яғни бірінші бөлім қанша білімді, даңқты адам болсаң да иілуді ұмытпау керектігі жөнінде айтылған деп алуға болады. Екінші сөйлемде көпті көрген кісінің ақылына сүйенген жөн. Үшінші бөлімде қария ақылы Франклиннің өмірінің соңына дейін сабақ болды деп қорытындылап айтуға болады. Бұл мәтіннің әңгіменің негізгі тақырыбы тәкаппарлықтан аулақ болу, идеясы қария мен Франклин арасындағы оқиғаның пайдасы. Ал мәтіннің проблемасы иілген кішірудің белгісі емес деп алуға болады. Мәтіннен өміріне қажетті не түйгенін нақтылау деп алған бізде сұрағымызға, мен мәтіннен қандай жағдайда да өзімді өзгеден артық санамау керек екенін, кішіпейіл болып жүру керек екенін түсіндім. Маған да бұл оқиға сабақ болды деп жауап беруі мүмкін екен. Осылайша мәтіннің ішіндегі негізгі ақпараттардың барлығын бала бөлім бойынша ойына жинақтап түйіп алуға мүмкіндігі бар. Осы әдістің ең кереметтігі мәтінді мұқият түсінеді,
әрбір бөлімдегі негізгі, әрбір бөлімнің негізгі ойын өзіне жинақтап ала алады, оған қорытынды пікір айта алады және тақырыбы мен идеясын нақты табуға үйренеді. Бұл әдіс бойынша кез келген уақытта, кез келген сабақта жұмыс жасауға болады. Мысалы, тек қана әдебиет сабағында емес, мүмкін қазақ тіл сабағына да осыны қолдануға болады. Бірақ бұл жердегі сөздер қатып қалған тапсырмалар емес, тапсырмаларды орнын өзгертіп отыруға болады. Енді әрине бала кез келген тапсырманы орындаған кезде ол өзінің бағаланғанын қалайды. Сондықтан бағалау мақсатында дескриптор құрып алғаныңыз жөн. Мысалы, бағалау критерияларын мәтіннің әр бөліміне сай негізгі сөздерді түртіп отыру, бір сөйлемнен қорытынды жасау, екінші мәтіннің проблемасын және тақырыбы мен идеясын табу, үшінші мәтіннен өз өміріне қажетті не түйгенін нақтылау деп бағалау критерийін қойсақ, соған байланысты әрқайсысына балл қойып, 10 баллмен оқушыларды күнделікті бағалауға болады. Енді келесі мәтінді алатын болсақ, бұл екі дос деген мәтін, яғни бұл әңгіме, білесіздер бұны да. Осы мәтін бойынша да жұмыс жасауға болады. Мысалы, екі дос болыпты, екеуі екіншілікпен айналысады. Олардың біреуінің бала шағасы бар еді, ал екіншісі үйленбеген еді. Олар күнде жинаған өнімді бірдей етіп екіге бөледі. Осылай күндер өтіп жатты. Бір күні үйленбеген досы, өнімді бірдей бөлеміз. Ол дұрыс емес, мен жалғызбын, ал досымның бала шағасы бар. Сондықтан оған өнімнің бір бөлігін беруім керек деп ойлайды. Осылайша күн сайын түнде өзінің бидайын досының қоймасына апарады. Ал бала шағасы бар досы былай ойлайды: менің істегенім дұрыс емес, өнімнің көп бөлігін досыма беруім керек. Менің балаларым бар, олар мені асырайды, ал досымның ешкімі жоқ. Осылайша ол да өзінің бидайын досының қоймасына апарады. Күнде осылай істейді. Күндер өтті, айлар өтті, екеуі бір нәрсеге таңғалып жүрді. Өйткені екеуінің қоймасындағы бидай мүлдем өзгермеді. Бір күн түнде екеуі жолда кездеседі. Екеуі бидайды қояды да бір-бірін құшақтады. Ал осы мәтін бойынша жұмыс жасау үшін біз міндетті түрде кестемен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде мәтінді біз 2-3 бөлімге бөліп алдық. Мәтіннің әр бөліміне сай негізгі сөздерді түртіп отырамыз. Әр бөлімге бір сөйлеммен қорытынды жасаймыз. Тақырып мен идеясын табамыз, мәтіннің проблемасын табамыз, мәтіннен өміріне қажетті не түйгенін нақтылаймыз. Міне осылайша балалармен күнделікті қазақ тіл сабағынан болсын, немесе әдебиет сабағынан болсын, осындай мәтінмен немесе өткен әңгіме бойынша осындай жұмыстар жасалынып отыратын болса, балалар мәтінді өте жақсы меңгереді. Яғни мәтіннің негізгі мәтінде не ой айтылып жатқанын және оның көтеріп жатқан проблемасын тауып, және оны өмірде қаншалықты пайдалана алатынын, қаншалықты өзіне қажет екенін түйіп алатындығы сөзсіз. Сондықтан осы әдісті пайдалана отырып, кез келген сабақта жұмыс жасасаңыздар, бұл өте тиімді деп айтатын едім. Осы арқылы балалардың білімін шыңдап отыруға болады. Мені тыңдап, назарларыңызды аударғандарыңызға үлкен рахмет. Осы әдіс тәсілді қолдана алуларыңызға мен сенімдімін.